Арғындар да ежелгі тайпалар ретінде ғұндармен қатар өмір сүрген және өз мемлекеті болған. Ежелгі атамекені шығыс Түркістан мен Қытайдың Ну орманды батыс аймағы болатын. Ғұндар арғындарды жүнді деп атаған, себебі деректерде олар өзге түркілерге ұқсамайтын ерекше түкті адамдар болған делінеді. Қытай деректерінде де жунди деген атпен белгілі. Кейіннен арғындар бөлініп, бір бөлігі Орта Азияда қалып, түркі империяларын құрайтын тайпа ретінде қалса, бір бөлігі Жапония мен Камчатта аймағына дейін көшіп кетті. Қазіргі уақытта олар Жапонияда Айын деген атпен белгілі. Саны 25.000 адам. Генетикалық зерттеулер нәтижесінде айындар жапондарға мүлдем ұқсамады. Олар ұзақ ғасырлар оқшау қалған. Ғұндар оларды жүнді деп босқа айтпаса керек. Жапондарға ұқсамастан беттеріне қалың сақал шығады. Жапон антропологтардың айтуы бойынша айындар Сібірден, яғни Орта Азиядан келген. Орта Азияда қалған арғындар өзге түркі тайпалармен тығыз қарым-қатынаста болды. Арғындар қазақтардың, қырғыздардың, қарақалпақтардың, хакастардың, қырым татарларының ұлт болып қалыптасуына маңызды рөл атқарды. 5 ғасырдағы Қытай жазбаларында арғындарды Тарбағатайдан шығыс Танчан аумағына көшіп барған дейді. Кейіннен арғындар батыс түрік хандығына қыпшақтармен, оғыздармен тығыз қарым-қатынаста маңызды рөл атқарған. Орхон жазбаларында арғындар түркі хандарының оққағары болып қызмет жасағаны айтылады. 8 ғасырда арғындар қимақтармен бірігіп, Қосоқ деген одақ құрып, оңтүстік славяндар мен Қара теңіз аумағындағы халықтарға шапқыншылық жасап жаппай тонады. 742 жылы Қытайлар ұйғырлармен арғындарды өз жағына шығара біліп, түргештерге қарсы айдап салды. Түргештерге қарсы соғысқаны үшін Қытайлар арғын көсемі Али ханға өте көп сый-сияпат жасады. Қытайлардың арбауымен екі түркі халқы өзара соғысып әлсірегенде, қимақтар арғындарға соққы беріп Жетісу аймағындағы ықпалын құлатты. Шыңғысханның жорығы барысында арғындар Шыңғысхан жағына соғысу жайлы шешім қабылдады. Дегенмен қарапайым әскерлер қатарында ғана емес, өздерін көрсете білумен Шыңғысханның кеңесшісі болып қызмет атқарды. 1223 жылы арғындар Жошы ұлысының құрамына енді. Марко Полоның айтуы бойынша арғындар Қашқария, Ертіс, Аякөз, Жетісу, Алакөл, Қарқаралы аумақтарында иелік еткен. 1236-40 жылдары арғындар Бату ханның әскерінде Польша, Венгрия, орыс жерлеріне жорық жасап, қанға бөктеді. Алтын Ордадан бөлек арғындардың бір тобы Шағатай ұлысында да кездесті. Олар Сырдария бойын мекен етті. Рашид ад-Диннің айтуынша арғындар тайпасы Шағатай мемлекетінде үлкен саяси мәнге ие болған. Шағатайдың бектері, төрелері мемлекеттік адамдар мен әскері негізінен арғындардан құралған. 13 ғасырда арғындар қыпшақтармен, алшындармен, үйсіндермен, қоңыраттармен және наймандармен бірге 6 арыс Алаш елі бірлескен одақ ретінде Ақ Ордаға енді. Ақ Орданың заманында арғындар бұрынғысынан да жоғары ықпалды болды. Арғындардың көсемі Болат Қожа Ақ Орда ханы Ұрыс ханның әскерінің қолбасшысы болып жорықтарда көзге түсті. Ақ Орданың Алтын Ордамен, Моғолстанмен, Темір әулетімен болған соғыстарында арғындар негізгі әскер болды. Кейіннен арғындар Әмір Темірдің немересі Ұлықбекпен үлкен соғыстар жүргізді. 1428 жылы Барақ хан қайтыс болғанда арғындар Сырдария мен Әмудария аумағына қоныстанды. Бірақ онда ұзақ тұрақтамай солтүстіктегі Сібір хандығына көшіп кетті. Кейіннен Сібір хандығы орыстардан жеңілгенде арғындар орыстардың билігін мойындағысы келмей Торғай аумағына қарай көшіп кетті. Ақ Орда мемлекетінің дәстүрлі мұрагері Ұрыс ханның ұрпақтары болу керек болатын. Дегенмен Әбілхайыр Шайбани билікті тартып алды. Ақ Орданың мұрагері Жәнібекте билікті қайтарып алу мүмкіндігі болмады. Сонда Орда ежен ұрпақтарының сенімді қолдаушысы болып келе жатқан арғындар Жәнібекке Моғолстан аумағына көшіп барып, жаңа мемлекеттің негізін салу керек деп ұсыныс жасады. Жәнібек арғындардың кеңесін тыңдап, туысы Кереймен бірге Моғолстан аумағына көшіп барып, Қазақ хандығының негізін салды. Артынша Әбілхайырдың қатыгез билігінен шаршаған басқа да тайпалар арғындармен қосылып Қазақ хандығы күшіне енді. Осы деректерге қарай отырып арғындардың Қазақ хандығына алғаш болып қосылғандығын көре аламыз. Саны көп арғын тайпасының Қазақ хандығына қосылуы хандықтың одан әрі дамып күшеюіне ықпал етті. Есім ханның тұсында Қатаған руының қолдауымен Тұрсын өзін хан деп жариялап бүлік шығарғанда арғындар бүлікті басып хандықтың тұтастығын сақтап қалуда үлкен үлес қосты.
Қазіргі уақытта Қазақстандағы арғындар ертістен Торғайға дейінгі даланы, Сырдариядан солтүстік шекараға дейінгі кеңістікті, Сарысу, Нұра, Есіл өзендері бойынан Обаған көліне дейінгі алқапты ала отырып, Қазақстанның байтақ даласын мекендейді. Арғындар қыпшақтармен, солтүстік керейлермен, уақтармен Ұлытау, Жезқазған аумағының наймандарымен араласа өмір сүреді. Әсіресе Қырым татарларының арасында өте үлкен ықпал мен беделге ие болды. Қырым хандығына хан сайлау құқы бар болатын 4 тайпаның бірі болды. Осман империясы да арғындарды Қырым татарларының арасындағы ерекше тайпа екендігін мойындады. Сондай-ақ 1648 жылы Туғай би бастаған арғындар Богдан Хмельницкийдің одақтастары болып поляктарға қарсы соғысып Украинаның тәуелсіздігін алып берді. Мен алдыңғы видеоларда қазақтардың Бабыр сұлтанға көмектесіп, Ауғанстан мен Үндістан жерлерін жаулап беріп, ұлы моғол мемлекетін құрып бергендігі жайлы айтқан болатынмын. Бабырға көмектесуге жіберілген қазақ әскерінің негізін арғындар құраған болатын. Осы ерлігі үшін Бабыр 30 арғын ақсүйегін әртүрлі қалалардың басшысы қызметіне тағайындады. Шейхім би деген арғын Бабырдың кеңесші қызметіне тағайындалды. 2016 жылғы дерек бойынша арғындардың саны 2 миллион 100 мың адам болып, қазақтардың ішіндегі ең саны көп тайпа болды.